45 жекпе-жек. 42-30. 37 нокаут. Бұның барлығы өз жекпе-жегімен бүкіл Қазақстанда оятатын Геннадий Геннадийұлы Головкин. 3 жыл қатарынан бокс бойынша әлемдік паунд for паунд үздік боксерлер тізімін басқарған Геннадий Triple J лақабатымен әлемге әйгілі бокс жұлдызы болып келеді. Мықты техникалық панчер 10 жыл бойы нокаутпен жеңіп келді. Өзінің орта салмақ дәрежесінде чемпиондық белбеуін рекордты 21 рет қорғап, нокаут пайызымен Гиннес рекордтар кітабына енген алғашқы қазақстандық. Бүгінгі видеомызда біз Геннадий Головкиннің мансабы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын сіздерден міндетті түрде арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар келесі видеода қай спортшы жайлы үндейік? Комментке жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Геннадий Геннадийұлы Головкин 1982 жылы 8 сәуір күні Қарағанды қаласында дүниеге келген. Әкесі Геннадий шахтер, ал анасы химиялық лабораторияда жұмыс істеген. Әкесі орыс, ал анасы кәріс болғанымен Геннадий өзін қазақпын деп келеді. Болашақ әлем чемпионы жасөспірім кезінде оның екі ағасы әскери борышын өтеп жатырған кезде белгісіз жағдайлардан қайтыс болған. Кезінде Сергей және де Вадим аттағыларының айтуымен Геннадий бокспен айналыса бастаған. Геннадийдің әуесқой мансабы 11 жасынан басталған. Сол кезде Головкин Қарағанды облысының чемпионы атанды. 2004 жылы Головкин Афинада өткен 28 жазғы Олимпиада ойындарына қатысқан. Ұпайлардың арқасында қатарынан 2 жекпе-жекте жеңіске жетіп, жартылай финалда Андре Дирелмен кездескен еді. Американдық боксшы ара қашықтықты ұстап, жақын дистанцияда Головкинді соққымен күтіп алуға тырысты. Алайда Геннадийдің тоқтамастан жасаған прессингі өз жемісін берді. Осылай Головкин финалға шыққан болады. Финалда Головкинге қарсы Сиднейде өткен Олимпиаданың күміс жүлдегері, тәжірибелі Дағыстан боксшы Гайдарбек Гайдарбеков шыққан еді. Басында Головкин суыққанды бокстасып, ұпай бойынша алға шықты. Бірақ келесі раундта Геннадий қарсыласына жақындаған сайын қатарынан біраз рет соққылар өткізіп алып жүрді. Бұндай бокс стилінде Геннадий өзін дұрыс көрсете алмай, жеңіліс тапқан болатын. «28 жастағы Гайдарбеков Олимпиададан кейін өзінің мансабын аяқтаған еді. Бұдан кейін Головкин тағы 2 жыл өнер көрсетіп, адам сенгісіз 375-те 5 рекордына қол жеткізіп, кәсіпқой боксқа ауысқан еді. «2006 жылдың мамыр айында 24 жастағы Головкин кәсіпқой бокстағы алғашқы кездесуін өткізген болатын. Оған қарсы тұрған Кабор Балокты 1,5 минут ішінде нокаутқа жіберді. Осыдан кейін Головкин уақытынан тыс тұстарды біртіндеп қоржынына жинай бастады. Головкиннің соққыларынан қарсыластарының бетіне бірден ісіктер шығып, құлауға дайын болған. Сегіз 0 рекордымен келесі жекпе-жекте Головкинге қарсы 11-1 рекордымен келе жатқан проспект Мехди Боадла шыққан еді. Бұл жолы қарсыласы өткізген соққыларға қарамастан Геннадийге жауап беруге тырысты. Джебтермен болған соққы алмасуда өзін жақсы көрсетіп, оң қолын қосып жүрді. Бірақ Головкиннің соққылармен салыстырғанда бұл тек сәбидің түрткеніне ұқсады. Сонда да Головкинге қарсы бүкіл өткізілген уақыт шыдап, төрешілер шешіміне дейін жекпе-жекті жеткізген болатын. Келесі жекпе-жекте Геннадий алғашқы раундта ұтқан еді. Және де ары қарай Германия елінің рингінде барлық боксшылардың жандарын шығарып ұтып жүрді.
3 жыл ішінде 18-0 рекордына жеткен Головкин Германия елінде чемпионлық белбеуге жете алмай жүрді. Кейін неміс промоушенмен келісімшарттан бас тартқасын мезеттен Головкин WBA чемпионлық белбеуіне шығуға ұсыныс алды. Геннадий Панама қаласына барып, Милтон Нуньесті 58 секунд ішінде нокаутқа жіберді. Кейін WBA абсолютті чемпиондығына Головкин, Нельсон Тапия мен өзіміздің отанымызда Астана қаласында кездескен еді. Бойы ұзын Нельсон Головкинді қашықта ұстап жүргісі келді. Алайда Геннадий қиналмай өзінің тәжді оң қолымен соққысын мәресіне жеткізіп отырды. Анда-санда Нельсон Головкиннің жылдамдығына жеттім деп ойлаған кезде, Гена қарсыласының корпусынан ұрып жеңіске жетті. Өзінің рекордын 20-30-ға жеткізіп, Головкин қайтадан Панама қаласында тәжірибелі Касим Оумамен кездесті. Түсініксіз темппен бокстасатын Оумаға қарсы Головкин басында өз стилін таба алмай жүрді. Оума осы кезде өзінің мүмкіндігін қолдануға тырысты. Алайда Головкин намысты қолдан бермей, ауыр-ауыр соққыларды қарсыласына жаңбырдай жаудырды. Осыдан кейін Головкин IBO чемпиондық белбеуіне басты үміткер болып, Лахуана Саймонмен кездесті. Дәл осылай Макото Фучигами Головкиннен тая жеген болатын. Головкин американдық медиа гиганттардың назарын өзіне аудартты. Солай 2012 жылдың 1 қыркүйегінде Головкин HBO арнасында дебютті кездесуін өткізген болатын. Оған қарсы жас проспект өте қауіпті боксшылардың бірі Гжегош Прокса шыққан еді. Головкин бірден белсенді және де агрессивті бокстаса бастады. Осының арқасында Головкин қарсыласын 2 рет нокдаунға жіберіп, 5-ші раундтың басында кездесуді аяқтаған болатын. Бұны көрген WBA супер чемпионы Дэниел Гилл Головкинмен кездесуден бас тартып, чемпионлық белбеуінен айырылған еді. Дәл осылай Геннадий Головкин WBA тұжырымы бойынша орта салмақтағы чемпион атанды. 2013 жылдың басында Геннадий Головкин Madison Square Garden аренасында Пуэрто-Рикандық Америка азаматы Габриэл Росадомен кездескен болатын. Жекпе-жектің басынан Росадо Головкинге мықты қарсыласты көрсетуге тырысқан. Әрдайым қарымта шабуылдап, бірнеше дәл соққы тигізген болатын. Алайда бұл соққылар Головкиннің тоннаға жуық ауыр соққыларының қасында дым болмай қалды. Жетінші раундта Росадоның бұрышы сүлгі лақтырып, кездесуін тоқтатуды өтінді. Кейін Головкин қалтасын ақшаға толтыру үшін Монте-Карлоға барды. Бұл жерде оған қарсы танымал япондық боксшы Набухиро Исида шықты. Головкин бұл кездесуде өзінің қорғанысын жетілдіргенін дәлелдеді.
Екінші раундтан бастап қарсыласын жаймендеп сындыра бастады. Оң жақ қапталдан хук және де Исида нокаутта. Дәл осы тағдыр Мэтью Маклинді күтіп отырды. Британдық боксшы чемпиондық белбеуге басты үміткер болатын. Алайда Головкин еш қиындықсыз қарсыласын нокаутқа құлатты. Бауырдан келген дәл соққы біраз бокс жұлдыздарын қорқытқан болатын. Себебі осыдан кейін барлығы Головкиннен қаша бастады. Отыз бір жастағы Геннадий 2013 жылдың соңында Кертис Стивенспен кездесті. 25-3 рекордымен келген үміткер трэш-токты қосып, Головкиннің басын шауып алуға сөз берген. Алайда жекпе-жек басталысымен Генна кімнің кім екенін дәлелдеді. Кейін асықпай қарсыласын біртіндеп сындыра бастады. Генна көп сөйлеген американдық боксшыны жазалау үшін уақытынан тыс нокаутқа құлатқысы келмеді. Сегізінші раундтан кейін 300-ге жуық соққыны жұтқан боксшы ары қарай жалғастыра алмады. 2013 жылдың қорытындысымен Головкин әлемдегі ең үздік боксшы атағына ие болды. 2014 жылдың ақпан айында Головкин Монте-Карлода Осумана Адамамен кездесті. 31 жастағы Головкин қарсыласын 2 рет нокдаунға жіберді. Кезекті 3-ші рет құлатқасын төреші кездесуді тоқтатуға мәжбүр болды. Кезекті нокаут, кезекті жеңіс. Келесі жекпе-жек Нью-Йорк қаласындағы Madison Square Garden аренасында өтті. Бұл жолы Головкинге қарсы австралиялық боксшы WBA экс-чемпионы Даниэль Гиль шықты. Алайда бұл боксшы да Головкинге қандай да бір қарсыластық көрсеткен жоқ. Жекпе-жек басталысымен Головкин бірден қарқынды прессингті қосып, қарсыласын оң жақ хукпен ұстап отырды. Сондықтан нокаут өзін күттірмеді. Қанша тырысса да Головкинге қарсы тұра алмады. Екі мың 14 жылдың соңында Головкин Марко Антонио Рубиомен чемпиондық белбеулерді қосу барысында WBC белбеуінің уақытша чемпионы анықталуы керек еді. Рубио апперкоттан бірден шайқалып кетті. Және де кейін нокаутқа құлады. Головкин алдыңғы қолымен оверхенд тастап, өзінің күш қуаты керемет екенін дәлелдеді. Кейін 2015 жылдың 16 мамыр күні Головкин америкалық кіші Уилли Монромен кездесті. Бұл кездесуде Головкин америкалықты 3 рет нокдаунға түсірді.
Үшінші реттен кейін Монро орнынан тұрғанымен жекпе-жекті жалғастырғысы келмейтінін айтты. Бұл Головкин үшін қатарынан нокаутқа жіберген 20-шы жекпе-жек болды. Осылай Головкин IBF тармағының чемпионы Давид Лемьемен кездесті. Головкинге қарсы мықты панчер шықты. Алайда техникасы құлдырап тұрды. Гена қарсыласын джебпен қашықтықта ұстап, қабаттап соққылай бастады. Сонымен қатар Лемьенің шабуылын тоқтатып, бірден контр шабуылға көшіп жүрді. Лемьенің үздік соққылары аспанға ұшып жүрді. Ал Гена дәл соққылармен қарсыласын сындыра бастады. Лемье тізеге отырып қалған кезде Головкин реакциямен соққы тастаған болатын. Төреші бұл жерде Головкиннің жағында болып, әрі қарай ұрып соғуға рұқсат берді. Алайда 8-ші раундта төреші Лемьені аяп, жекпе-жекті тоқтатқан болатын. жылдың 23 сәуірінде Геннадий Головкин бұған дейін жеңіліп көрмеген американдық боксшы Доминик Уэйдпен кездесті. Бірақ бұл жекпе-жек ұзаққа созылған жоқ. Себебі Гена қарсыласын 2-ші раундта нокаутқа түсірді. Осы кезден бастап Сауль Канело Альварес Головкиннен қаша бастады. Себебі WBC чемпионлық белбеуін Геннадийге қарсы қорғаудан бас тартып босатқан болатын. Осылай Геннадий орта салмақтағы барлық чемпионлық белбеуді қолына алып, абсолютті чемпион атағына ие болды. Осы жылдың соңында Геннадий Головкин бұған дейін жеңіліп көрмеген жартылай орта салмақтағы IBF чемпионы британдық Келл Брукпен кездесті. Брук Головкинді құлатамын деген оймен шығып, жекпе-жек басталысымен өзін жақсы көрсете бастады. Осылай екі боксшы жоғары деңгейдегі боксты көрсете бастады. Бұған дейін осылай қызықпаған Головкин қуана-қуана қарсыласына мүмкіндік беріп отырды. Головкин Бруктың көз ұясын сындырып, әрі қарай боксшыны толығымен сындыра бастады. Бесінші раундта Келл Бруктың бұрышы сүлгі лақтырып, жекпе-жектің тоқтатылуын сұрады. Осы жекпе-жектен соң Головкин уникалды рекордқа қол жеткізді. 23 жекпе-жек, 23 жеңіс, 23 нокаут. Геннадий Головкинге дейін де, кейін де ешкім мұндай жетістікке қол жеткізе алмады. Головкиннің жасы 35-ке жеткенде Нью-Йорк қаласының Madison Square Garden аренасында WBA тұжырымы бойынша уақытша чемпион Дэниэл Джейкобспен кездесті.
Геннадий бұл жолы бокс стилін өзгертіп, танк секілді алға тартпай, сәл бокстасып жүрді. Осыны көрген Джейкобс Головкиннің әр соққысына жауап беруге тырысты. Алайда, Головкин 4-ші раундта Джейкобсты нокдаунға құлатты. Бірақ бұған қарамастан, жекпе-жектің екінші бөлігінде Головкин шаршап, бокс темпін түсіруге тырысты. Соңында Геннадий Головкин төрешілердің шешімімен жеңіске қол жеткізді. Осы кезде ғана қашып шаршаған Канело Головкинмен кездесуге келісті. 4-5 жылдай күткен жекпе-жек 2017 жылдың қыркүйек айында Лас-Вегас қаласында өтті. Головкин бүкіл жекпе-жек бойы бірінші нөмірде өнер көрсетіп, қарсыласын прессингпен қысымға алып жүрді. Осының арқасында Головкин жекпе-жектің бірінші бөлігінде Канелоны ұрып, соғып жүрді. Жекпе-жектің ортасында Канело қашып шаршағасын ашық бокс көрсетуге тура келді. Сондықтан, екі боксшы қорғаныс жайлы ұмытып, тек қана алға деген оймен бокстаса бастады. Көптеген разменде Головкин басым түскенімен Канелоның жауапты соққыларына тап болып жүрді. Головкин жекпе-жектің соңына таман шаршап бастады. Ал бүкіл жекпе-жек бойы қашып жүрген Канело өз уақытын бос жібермейін деп шабуылдай бастады. Соңында бүкіл әлемді таңғалдырған шешім шықты. Төрешілер бұл жекпе-жекті тең деген шешіммен аяқтады. Бұл Головкин үшін нағыз тонау болды. Себебі төрешілердің қағаздарына көңіл бөлсек, Аделаида Бьорд атты төреші 118-110 есебімен Канелоға жеңіс беріп отырды. Ал бұл соқыр адам үшін де түсініксіз жағдай. Осы кездесуден кейін Аделаида Бьорд атты төрешіні мәңгілікке бокстан қуып жіберген. Кейін Невада бокс комиссиясын қайта жинап қарастыру болған кезде Головкин 119-109 есебімен таза жеңіске жетті. Алайда бұл қарастыру жекпе-жек шешіміне дым әсер еткен жоқ. Сонымен қатар келесі күні Канелоның қанынан допинг табылып мәлімдеме ретінде дәлелденген. Бірақ қайтадан бұл қарастыру жекпе-жек шешіміне дым әсер еткен жоқ. Боксшылар реваншқа келіскенімен допингқа тойып алған Канело жекпе-жекке шыға алмай қалды. Оның орнына Ванес Мартиросян шықты. Алайда бұл жанып тұрған Головкин үшін дым болған жоқ. Себебі екінші раундтың ортасында Мартиросянды таза нокаутқа жіберіп, кезекті жеңіске қол жеткізді. Бір жыл өткен соң Головкин Канеломен реванш өткізді. Бұл жолы боксшылар орындарымен ауысып кетті десем болады. Себебі қашып жүрген Канело шабуылдай бастады. Ал Головкин қорғанып, контршабуылмен жекпе-жектің соңына дейін күшін сақтап жүрді. Канело әр кезде Головкиннің қателіктерін ұстап, корпуске жұмыс істей бастады. Алайда Головкин намысты қолдан бермей әр соққыға жауап беріп, біраз раунд бойы Канелодан басым түсті. Соңында төрешілер жеңісті Канелоға беріп жіберді. Бұл шешімде біраз сұрақтар туындатты. Себебі мамандар мен жанкүйерлердің ойынша Головкин басым түскен раундтарды төрешілер Канелоға беріп отырды.
Қаншама әңгіме болғанымен қағаздағы шешім өзгермейді. Солай Канело ары қарай басқа салмақтарға ауысып, чемпионлық белбеулерді жинай бастады. Ал Головкиннің мансабы күрт өзгерді. Себебі Головкин өзінің бапкері Абель Санчесті жұмыстан шығарып, Джонатан Бэнкске қосылды. Сонымен қатар кезіндегі промоутерлермен соттасып, DAZN платформасымен келісімшартқа отырды. 2019 жылдың маусымында рингке қайта оралып, еш қиындықсыз Стив Роллсты нокаутқа жіберді. Кейін Сергей Деревянченконы төрешілердің шешімімен жеңіп, IBF және де IBO чемпионлық белбеулерін қайтып алды. Содан 38 жастағы Головкин Камил Шереметамен кездесті. Қарсыласын бүкіл жекпе-жек бойы мамалатып соққылап жүрді. 7-ші раундтан соң Шереметаның командасы жекпе-жекті жалғастырудан бас тартты. Осылай Головкин IBO және де IBF чемпионлық белбеулерін қорғап шықты. Біраз уақыт өткізіп, Головкин 2022 жылы Сайтама Супер Аренада япондық жұлдызды боксшы Риота Муратамен кездесті. Бұл жекпе-жекте Головкин WBA чемпионлық белбеуіне үміткер болып шықты. Ал өзі IBF және де IBO чемпионлық белбеулерін қорғаған болатын. Жекпе-жек толығымен баяу қарқында өтті. Екі боксшы тактикалы жақсы дайындалып, бір-бірінің қателіктерін іздеп жүрді. 9-ші раундта 40 жастағы Головкин Муратаны техникалық нокаутпен жеңген болатын. Жарты жылдан соң Головкин Канеломен 3-ші кездесу өткізді. Лас-Вегас қаласындағы өткен бокс кешінде жанкүйерлер көңілсіз қалды. Себебі барлығы күткен супербокс кешінде екі боксшы ақырын төбелесіп, бірін-бірі қашып жүрді. Геннадий Головкин тез шаршап қаламын деп қорықты. Ал Канело болса, соққы өткізіп алып, нокаутқа құлаймын деп қорқып жүрді. Дегенімен, кейбір кезде өзін жақсы көрсеткен Канело бірауыздан осы жекпе-жектің жеңімпазы атанды. Сөзсіз, ұзаққа созылған Геннадий Головкиннің мансабы біраз қиыншылықпен кездесті. Біраз жұлдызды боксшылар Головкиннен қашып жүрді. Төрешілер дұрыс шешім қабылдамады және де тағы да басқа. Дегенімен, Головкин мәңгілікке бокс тарихында қалатын жауынгер. Себебі миллиондаған қазақ елі Головкинге қарап өсіп, бокспен айналыса бастады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, келесі видеода қай жауынгер жайлы сөз қозғайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.